Ас біткеннің анасы қасиетті нан осы. Қайсы әріптен басталып, аяқталған қарашы. Балалар, нан сөзі қай әріптен басталып, қай әріптен аяқталып тұр? Дұрыс айтасыңдар. Н әріпінен, яғни біз бүгін Н әріпімен танысатын боламыз. Балалар, Н деп бірге айтып көрейікші. Н. Жарайсыңдар балалар. Ал бізде Н қандай дыбыс? Дұрыс айтасыңдар. Дауыссыз дыбыс. Ал біз дауыссыз дыбысты қандай текшемен белгілейтін едік? Көк текшемен. Балалар, енді Н әріпінен басталатын сөздермен танысып көрейік. Н әрпі. Н әріпі. Найзағай. Найзағай. Нөсер. Нөсер. Нар. Нар. Найза. Найза. Наубайхана. Наубайхана. Нан. Нан. Нәресте. Нәресте. Балалар, енді Н әріпінің жазылуымен таныс болайық. Н бас әріптен және кіші әріптен тұрады. Бас әріпін жазу үшін жоғарғы жағы бұрышталған тұйық көлбеу сызық және жоғарғы жағы тұйықталған көлбеу сызық. Ал енді кіші әріпі көлбеу сызық және оңға қарай иілген қармақша. Балалар, енді бірге оқып көрейік. Ан, на, ана, нан. Жарайсыңдар балалар. Балалар, осымен бүгінгі біздің Н әріпіне саяхатымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.